Әлемде қылмыс жасалып, бірақ қылмыскерлер із-түзсіз жоғалып кеткен оқиғалар бар. Іздер бар, дәлелдер бар, бірақ кінәлі ешқашан табылмаған. Бүгін сіздерге шешілмеген ең жұмбақ 10 істі айтамын. Мұндай оқиғалардан кейін түнде жалғыз шығудан қорқасыз. Ең бірінші, Исталго орманындағы жоғалып кеткен әйел. Испаниядағы Исталго орманында табылған әйел денеге ешқандай сәйкестік жоқ. Құжаттар өртелген, тіпті тістің өзі өзгертілген. Тергеушілер оның тыңшы болғанын айтады, бірақ оны кім өлтірді әлі күнге дейін құпия. Екінші, Сомерстонда табылған ер адам жұмбағы. Австралия жағалауында жағажайдан белгісіз ер адам табылады. Қалтасында «Тамам шут» деп жазылған жұмбақ қағаз. Ешкім танымады, саусақ ізі ешқайда тіркелмеген. Қылмыскер түгілі бұл адамның өзі кім екені әлі белгісіз. Үшінші, бізде зодиак қылмыстары. 1960-70 жылдары Сан-Францискода зодиак есімді қылмыскер кодпен жазылған хаттар қалдырып, полицияны мазақ етті. 20 жылдан бері ең мықты криптологтар да кейк кодтарын әлі аша алмай отыр. Ал қылмыскерлер тірі ме, жоқ па, ешкім білмейді. Төртінші, Бермудтағы 5 адамдық топтың жоғалуы. Әуеде жоғалған пилоттар емес, бұл жолы қайықтағы 5 адам. Радиода көмек сұрап үлгерген, бірақ олар жағадан 2 километр жерде жоғалып кеткен. Қылмыс болуы мүмкін деген нұсқа бар, бірақ дәлел жоқ, адамдар да жоқ. Белгісіз қара көліктің ісі. ақш-та трасса бойында бірнеше адамды алып кетіп отырған қара көлік туралы ондаған куәгер хабар берген. Бірнеше адам жоғалды, камералар тек бірдей көліктің өткенін көрсетті, бірақ жүргізуші табылмады, ешқандай із қалмаған. Алтыншы, қызыл бөлме оқиғасы. Интернеттің қараңғы бөлігінде жасалған тікелей эфир көрермендерге анонимді чаттан сұмдық әрекеттер жасауға ақша берген. Бірнеше адам соның құрбанына айналды деп есептеледі, бірақ кім ұйымдастырды табылмады. Жетінші, Орегон штатындағы орман сериал қылмысы. Орманда бір-біріне ұқсас белгісі бар 4 дене табылған. Оқиғалар жылдар бойы жалғасты. Саусақ іздері, ДНК, аяқ киім ізі бәрі бар. Бірақ бірде-бір базаға сәйкес келмейді. Тергеушілер мұны қасақана жасалған идеалды қылмыс деп атаған. Ал 8-ші бізде Лос-Анджелестегі лифт оқиғасы. Қонақ үйдегі бейнебақылауда қыз лифтте біреуден жасырынғандай көрінеді. Кейін ол шатырдағы су қоймасынан табылды. Ешқандай күрес, ешқандай іс, есік құлыпта. Қалай кірді, қалай шықты, қылмыскер де жоқ. 9-шы пойыздағы жұмбақ пакетісі. Таңертеңгі пойызда орындық астынан үлкен пакет табылады. Ішінде бағалы заттар, бірақ иесі жоқ. Кейін бұл заттардың жоғалған адамға тиесілі екені анықталды. Бірақ камерада пакетті әкелген адам кадр алдында жоғалады. 10-шы, ең соңғысы қоңыраулар естіген отбасы оқиғасы. Отбасы бір ай бойы түнде белгісіз нөмірден қоңырау алады. Дауыста тек дем алу және фондағы бір түрлі дыбыс. Полицейлер нөмірді таба алмайды, сигнал әр жолы басқа жерден шыққан. Бір түнде қоңыраулар тоқтады, содан бері ешбір із қалмады. Бұл істердің барлық әлемдегі ең шешілмеген қылмыстар. Уақыт өтсе де, технология дамыса да, кейбір қылмыстар мәңгі құпия болып қала береді. Келесі видеода дәл осындай тағы да тыйым салынған жұмбақ тақырыптарды талдаймыз. Қолдауды ұмытпаңыз, каналға тіркеліп кетіңіз.